Қазақстанда неғұрлым осындай командалар көбірек болса, осындай праздник, осындай той болады. Қазақ футбол жасай берсін. Көптеген хейтқа ұшырадым, өткені жаңа ел классика деп бұл мен екі команданың ойын атаған едім. Бүгінгі ойынға келгеннен кейін, көргеннен кейін шынында таңғалып жатырмын. Бұдан деңгей бұрыннан жоғары ғой. Қазақстан чемпионымыз ғой. Ассалаумалейкум достар, Аманбай YouTube арнасында кезекті влог. Біз Шымкент қаласындамыз. Бұл жерде бірінші айналымның ең мықты ойыны, ең басты ойыны, ағымдағы ел чемпионы және турнирлік кестенің бірінші сатысында тұрған Қайрат қонаққа Ордабасыға келді. Ендеше бұл ойын масқара деңгейде өтеді. Ойын айналысындағы енді атмосфера керемет. Енді ойын алаңындағы атмосфера қандай болмақ? Кім жеңеді? Бұл сұрақ барлығын мазалап келеді. Көптеген хейтқа ұшырадым, өткені жаңа ел классика деп бұл мен екі команданың ойын атаған едім. Бірақ құрметті достар, егер бұлай жалғаса беретін болса, онда бұл вывеска, бұл топ ойын, бұл дуэль дәл солай аталмақ. Ендеше, Аманбай YouTube арнасына қош келдіңіздер. Міндетті түрде жазылыңыздар, жігіттер, қыздар, тезірек 8000 оқырман болайық. Ал біз бастаймыз. Орда Қайрат, Шымкент қаласы. Құрметті достар, міне Ордабасының басшылығы, билеттің барлығы мен бір сағат ішінде өтіп кетті ғой. Осындай міне фан зона ұйымдастырды. Бұл жерде осындай үлкен LED экран бар. Және билет алмаған жандар осы жерге келіп матчты тікелей эфирде тамашалайды. Міне стадион, ал осы жерде міне енді көп адам демей қойып, 2000-3000 адам сиятын сияқты. Міне Ордабасы фанаттары құрған коридор, мини фанаттар. Бірінші шеру солардан басталып жатыр. Әлі жүрміз, 10 минуттай болды жүрмін. Бұл коридор бітер емес. Бүгін Қайратты 4000 Техас фансқа мүше жанкүйерлер қарсы алады екен. Бүгінгі ойынның бас қазысы оралдық Болат Сариев. Ойыннан кейін бұл төрешілерге сұрақ болмасын деп тілейік. Дәл осы ойын алдында міне Ордабасы раздевалкасы дейді ғой, пресс-зона, командалары шешінетін, киім ауыстыратын бөлмеде осындай міне ремонт жасаған болатын. This is Орда. Және міне осындай міне бүкіл футболшылардың портретін салып, керемет тенденция. Біріншіден көрдіңіздер, бірінші күннен билет сатылғаннан бастап сол бір сағат ішінде өтіп кетті. Бүгін керемет ойын ойнап тұр. Екі қаланың екі мықты командасы, Ордабасы мен Қайрат. Рейтингте екеуі де бірінші тұр. Қызық ойын болады. Мен осы Ордабасыға жанкүйер болып келдім. Оның ішінде өзім бауырым Жасұлан Әмірге өзім валид етіп келдім. Құдай қаласа Ордабасыға тек сәттілік. Есеп қандай болды? Есеп па 2-1 Ордабасы, сол ортада деп ойлап тұр. Кімді байқадыңыздар? 5 секунд ұстап тұрамын. 5 секундтан жібересің. Нуну Каштру. Бүкіл судьялардың басшысы осы ойынға келіпті. Арман Пірманов, арыс не отыр, арыс айтшы?
Былай таблицаны аударсақ екінші орында келе жатырмық деген сөз. Жоқ, 13-ші орындамыз, қиын. Ұтамыз, Құдай қаласа қазір трансфер нарқын ашылады. Уже примерно пониманиеміз бар. Бұл андай бэкграунды бар футболшылар ма, әлде сол жас политиканы ұстайсыңдар ма дальше? Мен негізі ұстағым келіп тұр бұл политиканы. Жас енді өсіреміз деген ойдамын. Өйткені кешегі мысалы Таразға қарсы пенальти істеген Муханы көрдім ба? Мысалы уже қызығушылық танып жатыр. Премьер-лигадан сұрап, бұндай бала қаяқтан пайда болды деп ше. Иә, сондай балаларды өздеп тауып, сондай балаларды өсіреміз деген ойдамыз. Орда Қайрат. Опасный момент. Ё-моё, 24-ші минутта. Есеп 0-1 болжам қандай, тез-тез. Енді үйде ниче ұстау керек қой. Басы есепті теңестіргендей болды. Алайда қазір Болат Сариев, команда капитандары Сергей Малый мен Александр Мартыновичпен келіссөздер демек қойыншы енді. Әңгіме құрып отыр. Гол есепке алына ма, алынбай ма, қазір бірнеше минуттан кейін білеміз. Гол есепке алынды, есеп 1-1. Заттыбайға жалпы футболдағы атмосфера, бұлындай атмосфера көп болмайды енді. Иә. Мен шынымды айтайын, алдында да осы ойындар болып жатыр ғой Шымкент осы стадионда. Бірақ дәл бұлай атмосфера, дәл осында жанкүйердің жиналғанын естіген емеспін. Енді ол ойындарға мен келген жоқпын әрине. Бүгінгі ойынға келгеннен кейін, көргеннен кейін шынында таңғалып жатырмын. Шымкентте осындай жанкүйерлердің барына. Бірінші тайм қалай? Қайрат мықты ма, Ордабасы мықты ма, жалпы деңгей өсті ма Орданың? Орданың деңгейі бұрыннан жоғары ғой дейміз. Қазақстан чемпионымыз ғой. Егер ешқандай жеңіс жоқ болса, бізде кубок алмаған болсақ, чемпиондық алмаған болсақ, айтуға болар еді өскен деп. Бірақ былтыр енді келсесіз бе, 13 емес болды. Былтырғыдан өскен, иә. Бірақ бұрынғыдағыдан деп айта алмаймын. Ал бірінші жылдан бастап деңгей өскен бе? Иә. Осындай Қайратты ұтуға бола ма? Болады, әрине. Кез келген қарсыласты ұтуға болады негізі. Екінші таймға қандай болжам бересіз? Бір гол ұрып, 17 адам защитаға жату керек. Стадионда керемет атмосфера. Қандай өлеңі? Атамекен өлеңін және сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым деген өлең айтылып жатыр. Настроение керемет, себебі есеп 2-1. Ордабасы жеңіп келеді әзірше. Бірінші айналымның орталық ойыны аяқталды. Есеп 2-1. Ордабасы өз алаңында жеңіске жетті және турнирлік кестеде бірінші орынға көтерілді.
2-1 любимый счет. Неге 3-1 хотел десем, 3-1 болу керек еді. Аллаға шүкір, керемет жеңіс, керек жеңіс, өте маңызды жеңіс. Күнімен түнімен осы жеңісті ойладық. Жігіттерге рахмет. Негізгі бүгінге екі командаға да рахмет айтқым келеді. Қазақстанда неғұрлым осындай командалар көбірек болса, осындай праздник, осындай той болады. Қазақ футбол жасай берсін. Енді бізде традиция бар ғой, дәке, құр келмейміз. Чемпиондар лигасына. Бұдан кейін смотрите. Бұл енді биыл сіздің және менің сүйікті клубымыз. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед чемпиондар лигасына шықты, құтты болсын. Рахмет. Сол чемпиондар лигасы енді Ордабасыға бұйырсын. Амин. Президент бұл чемпиондар лигасының бұйырсын. Ордабасы енді чемпиондар лигасында ойнауға лайықты деп ойлаймын. Енді бірінші орындасыздар, енді ойнауға болады. Сол үшін енді продолжайте следить деймін ба? Техас Маңғысқа рахмет. Главный ньюсмейкер, инсайдер казахстанского футбола. Это ты про себя, конечно, да. Я не претендую на свои лавры, да. Груз плеч. Груз плеч, ты знаешь. Один гештальт закрыть, выиграть Хайрат. Я все поставил на это, на сегодняшний матч. И все прошло как по плану, как и планировалось. 2-1 мы победили. Это была игра за 6 очков. И по сути мы наконец-то на полноценном первом месте, брат, еще и с игрой в запасе. Великолепно. Это Шымкент, брат. Құрметті достар, осылайша біз Шымкенттегі влогты аяқтаймыз. Ордабасы 2-1 жеңіске жетті, маңызды жеңіс. Келесі ойындарда жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Аманбай YouTube арнасына жазылыңыздар. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені YouTube-тан қарай. Бүгін бізде аман vibe.